Жыл сайын тамыздың екінші жартысында елімізде кәсіби спорт күні мерекесі өтіп келеді. Бұл шараға биыл Алматы қаласында 5 мыңнан аса қала тұрғындары қатысты. Толығырақ тілшіміз Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. 2003 жылдан бері елімізде спорт күні мерекесі тойланып келеді. Биыл да осы игі дәстүр жалғасын тапты. Салауатты өмір салтын серік еткендер медеу мен Шымбұлақ шатқалында бас қосты. Дене тәрбиесі денсаулық кепілі деп түсінетіндер спорттың кез келген түріне әуес екендігі түсінікті. Спорт күні мерекесіне кәсіпқойлар ғана емес, әуесқойлармен қатар ардагерлер де қатысуға ниет білдіріпті. Алматыға сонау Шығыс Қазақстаннан шайтан арбасын арқалап келген Тұғылбек Қасымов қария 30 жылдан аса велоспортпен шұғылданыпты. Орта Азияны ғана емес, Еуропа мен ТМД елдерін велосипедімен шарлап қайтқан ардагер спортшы барша қазақстандықтарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Президентіміздің дүниежүзіне бейбітшілік орнату мақсатындағы Қазақстан 2050 программасы бойынша және салауатты өмір салты бойынша насихат жүргіземін. Дүниежүзінде бейбітшілік болсын, Израиль мен Палестина достассын, тағы Украинадағы жағдай қалыптассын. Оның бәрі біздің президентіміз айтқандай, тек қана өзара түсіністікпен келісіммен ғана болады. Біріккен ұлттар ұйымы араласу арқылы дүниежүзінде бейбітшілік сақталады ғой деп ойлаймын. Сондықтан мен мұғалім ретінде, ата-ана ретінде барлық халықтарды өзара достыққа шақырамын. Жас велоспортшылардың марафондық жарысымен басталған игі шара Медеу мұз айдынында жалғасын тапты. Бұл жерде спорттың әр түрінен шағын турнирлер ұйымдастырылып, жеңімпаздар мен қатысушыларға арнайы сыйлықтар табыс етілді. Жыл сайын Қазақстан Республикасында спорт күні аталып өтеді. Кәсіби спорт күні мерекесі. Спорт күні жарыстары кеше басталған болатын. Мега спорт жаңағы сауықтыру кешенінен басталып, бірінші рет вело жарыстар өткізілді әуесқойлар арасында 29,5 километр қашықтыққа. Және республика сарайының алдында үлкен спорттық шаралар, әртүрлі спорт түрлері бойынша жарыстар ұйымдастырылды. Жалпы қатысқан қала тұрғындарының спортты серік еткен жандардың саны 5 мыңнан асады. Бүгін мінекей Медеу спорт кеше жаңағы Медеу мұз айдынының төңірегінде ресторан Велоджидан бастап Медеуге дейін велошеру өтеді. Оның ар жағында сағат 11-ден бастап әртүрлі спорттық түрлері бойынша көптеген спорттық шаралар өткізіледі. Бүгін күнде таза ауада Медеуде демалып, дендерінің жаңағы саулығымен айналысуға бүкіл қала тұрғындары осында көтеріледі деп ойлаймыз. Спорт күні мерекесіне қатысушылардың басты мақсаты жеңу немесе жүлде алу емес, салауатты өмір салтын дәріптеп, қала тұрғындарының әсіресе жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыру дейді ұйымдастырушылар. Жандос Айтбайұлы, Галина Муленкова, Ғани Бекенов, Алматыда.